Саламатсыздар ма? 10-шы сынып алгебра пәні 3-ші тоқсанға арналған бізде бір жоба тапсырмалары. Екінші нұсқа. А нұсқасы бойынша лимит x ұмтылғанда 2-ге апарып 2-ні қоям. Сонда x-тің орнына он алты болады, мұнда азайтылған 4-тің квадраты 2-нің квадраты 4, оны 4 7-ге көбейтсек 28. Қосылған 8, қосылған 2. 16-дан 28 азайтатын болсақ, 12 болады минус. Мына жерде минус 2 шығады сонда. Келесі Б нұсқасы. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 3x куб x куб қосылған x квадрат плюс 3. Мына жерде 4x куб қосылған x минус 2. Мынаны мен x-тің ең үлкен дәрежесі 3 қой. Онда x-тің 3 дәрежесіне бөлем. Мынаны да x-тің 3 дәрежесіне бөлем. Неге? Өйткені мынау менен мынаны сызып жіберсем, еш нәрсе өзгерткен жоқпын, қайтадан кетіріп қысқартып жіберсек болады ғой. Бізде сонда былай деп тұр. Лимит x ұмтылғанда шексіздікке 3x-тің кубы бөлінген x куб деп жазсам болады. Келесі қосылған x-тің квадраты бөлінген x куб деп жазсам болады. Жеке-жеке бөлімде сонда 3 бөлінген x куб. Келесі 4x-тің кубы бөлінген x куб. Мұнда да x кубты бөлем. Мұнда да x кубты бөлеміз. Сонда мына жерде бізде лимит x ұмтылғанда шексіздікке мынау менен мынау қысқарады. Сонда 3 қалады. Келесі қосылған. Мына жерде мынау мен мынау кетеді. Сонда 1 бөлінген x қалады. Келесі мынау мен мынау кетеді. Мынау мен мынау кетеді. Мына жерде 3 қосылған 1 бөлінген x-тің орнына шексіздікті қоям. Шексіздіктің кубы шексіздікке тең. Шексіздіктің квадраты ол шексіздіктің квадраты шексіздікке тең болады. Келесі. Ал енді осы жерде 3 1-ді шексіздікке бөлсек 0 болады. 3-ті шексіздікке бөлсек 0 болады. 4 қосылған 1-ді шексіздікке бөлсек 0, 2-ні шексіздікке бөлсек 0. Сонда 3 бөлінген 4 шығады мына жерде. Жауабы. Негізінде мына жердегі нәрсе шығып тұрған екен. Осы нәрсе шығып тұр, Байқасаңыз егер, Келесі мынаны тең болады деп мындан жалғастырам. Лимит x ұмтылғанда 0-ге синус 5x. Келесі лимит x ұмтылғанда 0-ге тангенс 8x. Ары қарай лимит x ұмтылғанда 0-ге мына жерде
синус 5х. Мына жерге мен 5х деп жазсам болады, я? Болады ғой, я? Ал енді 5х деп жаздым. Енді мен мына жерге де соны жазайын. Лимит х ұмтылғанда 0-ге тангенс 8х. Мына жерге 5х деп жазам. Мына 5х пен мына 5х кетіп қалу үшін. Мынау бізде тамаша шек 1-ге тең. Ал мына жерде лимит х ұмтылғанда 0-ге, мынаны мен былай жазсам болады, тангенс 8х. Мына жерге 5 көбейтілген, былай жазсам болады ғой мысалға. 8 көбейтілген 5х десем, я? Мына жерге де 8 көбейтуім керек қой онда. Мына 8 жойылып кету үшін. Немесе оны мен былай жазсам болады, я? 1 бөлінген лимит х ұмтылғанда 0-ге, мына жерде 8 көбейтілген тангенс 8х. Мынаны мен 5 көбейтілген 8х деп жазсам болады ғой. Бәрі көбейтіледі ғой мынаған өйстіп, я? Әрі қарай мына жерде енді 1, мына жерде мен мынаны былай 8 бөлінген 5 дейтінді шығарып жіберсем болады. Сонда көбейтілген лимит х ұмтылғанда 0-ге, бізде қалғаны тангенс 8х бөлінген 8х. Енді осы жерде мынау 1-ге тең болады. Сонда 1 бөлінген 8 бөлінген 5. 5 алдына кетіп қалады. Сонда 5 бөлінген 8-ге тең болады екен, жауабы. Үш х куб қосылған 4 тең болады 0-ге деп теңестіреміз. Сонда 3х куб тең болады минус 4-ге. Х куб тең болады минус 4 бөлінген 3-ге. Х тең болады минус 3 дәрежелі түбір астында 4 бөлінген 3-ге. Бұл бізде вертикаль. Енді келесі Б. Бүтін бөлікті бөлу арқылы көлбеу асимптотаның теңдеуін табыңыз. Көлбеу асимптота жоқ, я, бізде. Асимптота жоқ. Енді С нұсқасы бойынша осыны дәлелдеп көрсетем қазір. Шекті қолданып көлбеу асимптотаны дұрыс тапқандарыңды көрсетіңдер. Мен көлбеу асимптота жоқ деп жаздым ғой, я? Мен осына дұрыс па екен, соны көрейін. Y тең болады kx плюс b болады. Бізде түзудің теңдеуі көлбеу, сонда k тең болады бізде лимит x ұмтылғанда шексіздікке. F at x-тің x-ке қатынасы. F at x дегеніміз не? Ол бізде берілген функция ғой. Мынау 3x-тің квадраты, мына жерде 3x куб бөлінген x. Қысқарып кетеді мынау мен мынау. Сонда 3x-тің өзі қалады. Мына жерде 3x-тің кубы қосылған 4 қалады. Ары қарай лимит x ұмтылғанда шексіздікке 3x бөлінген x деп жазсам болады. 3x бөлінген x куб дегенім ғой. Мына жерде тап солай. 3x куб бөлінген x куб. Немесе былай ғой негізінде. Қосылған 4, мына жерде x куб деп жазсам болады, я? Мына x-тің кубы менен, мына x-тің кубы кеткен кезде бастапқы нәрсені береді, я? Еш нәрсе өзгерткен жоқпын мен. Енді осы жерде лимит x ұмтылғанда шексіздікке, мына жерде мынау мен мынау кетеді, 3x-тің квадраты қалады. Ал мына жерде
x'тің кубы бөлінген x куб қалды. Шексіздікті апарып қоятын болсақ, 3 бөлінген шексіздік. Бұл жерде 3 қосылған 4 бөлінген шексіздік. Сонда 0 болады. Бөлінген 3, ол бізде 0-ге тең болып қалды. Демек, k-ның мәні 0-ге тең деген сөз, асимптота жоқ деген сөз. Көлбеу асимптота жоқ. 0-ге тең деген сөз, көлбеу асимптота жоқ. K дейтін 0-ге тең болып жойылып кетеді ғой, x-тің мәні. Сонда y тең болады, b деген түзу қалады. А нұсқасы лимит x ұмтылғанда 2-ге 3 қосуымызды жеке-жеке аламыз. X ұмтылғанда 2-ге, сосын 3 көбейтілген f at x қосылған лимит x ұмтылғанда 2-ге g at x. Мынау бізде 3-ге тең. Келесі қосылған. Мынау бізде минус 1-ге тең. Лимит x ұмтылғанда 2-ге мынау бізде 3-ге тең. Мынау бізде минус 1-ге тең. Демек, мына жерге апарып қоямын ғой. 2-ні апарып қойсам, минус 1-ге тең болады деген ой. Мынау бізде былай ғой, мінекей. Мынау бізде минус 1-ге тең қосылған. Мынау бізде 1-ге тең болады. Өйткені 2 жоқ қой бұл жерде. Сонда бізде 3 бөлінген 0 анықталмай қалады. Анықталмай. Демек, үзіліс нүктесі бар деген сөз.